Ден салу. Ден салу дегеніміз дәмі бітіп, өмірі үзілгелі жатқан адамның бойындағы сөнген оттың, біткен демнің, солған дененің дерлігінен ағыла төгіліп, бір бағытқа қарай жөңкіле аққан шежірелік ақпараты мен басынан өткізген өмірінің, тағдырының, пешенесінің, тауқыметінің, талайымының, жақсылық пен жамандықтан тұратын байламдарының аруағына дұрыс құйылуын нақтылап, байыптап, бағдарлап, бағыштап, туралап отыратын амал. Ден салу тек қана Тәңір дініне тиесілі сара жол. Ден салу екі амалдан тұрады. Біріншісі пұрсат, екіншісі қидым. Енді осы амалдардың ерекшелігі мен айырымдарын нақтылайық. Бірінші пұрсат амалы. Пұрсат амалы – метод превращения смерти в искусственный клинический смерть. Пұрсат аурудан, кеселден, сырқаттан, дерттен жазыла алмай, өмірден озғал жатқан адамның бітпей қалған істерін аяқтап, бала шағасын жетілдіріп барып, өмірден озуы үшін жасалады. Құдіретті амал, ұмыта бастағанымыз қынжылтады. Пұрсат ақтық ден салу кезінде ден салушы адам оң қолының 4 саусағымен қайтыс болғалы жатқан адамның күре тамырын ұстап, соғысын бақылап, болып жатқан денді домшылап, қайтыс болу ақпаратына жол көрсетіп, ақиқат айтып, адамды өмірде ұстап қалу үшін күресетін сәтте жасалатын амал. Ақтық ден ақырғы қимылын жасап жатқанда бәйіт түсіріліп, пұрсат сұралады. Пұрсат бұлай сұралады: біліп жүр, білгенге жетер еш нәрсе жоқ. Пұрсат сөзінің құрылымы: о құдіреті күшті шежірелік ақпараттар, ентелей арындап негізіңе жол тарттың, аруаққа қарай жөн түзедің. Мен жол көрсетуші күретамырды ұстай отырып, бұл ісіңді қош көрдім, айып болмасын. Ата-бабам солай жасаған, мен де солай жасаймын. Өйткені себепті уақыт тәмамдалып, дем бітіп, жан суып, тағдыр өз жұмысын түгесіп, дене мәйіт болардың аз алдында тұр. Себеп бар, себептің селдіреген жібін жалғағалы, Құдайдан пұрсат сұрағалы отырмын. Пұрсатқа жауап береді деп ойлаймын. Делінген сөздерден кейін өмірден озғал жатқан адамды не себепті жарық дүниеде қалдырғысы келгені туралы дәлелдер айтылады. Пұрсат дәлелі дұрыс атқарылып жатса, тәсілім беруші адамның танауынан қаны жоқ сары түстес жалқық ағады. Сонда аруақ өз орнына оралып, дене өмірге қайта ие болып, адамның біреулері 3, кейбіреулері 10 жылға дейін өмір сүреді. Ал пұрсат кезінде танаудан аққан жалқықтың ішінде тамырша тәріздес қан болса, онда пұрсат оңымен болмайтыны нақтыланып, пұрсат жасаушы кісі аруақтың денеден еркін шығуы үшін демді қидым амалымен үзуі керек. Демек, алғашқы қидымды жан тәсілім берушіге дем салушы адам айтып, аруағын тіктеп, денені мәйітке айналдырады. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 271-272 беттер.